Армысыздар көз құрақты көрермен, назарларыңызға сұхбат алаңы жобасының алғашқы шығарылымы. Бүгінгі біздің алғашқы қонақтарымыз Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы 2-ші жалпы білім беретін мектептің басшысы Ташып Мари Қалашұлы және де мектеп әкімшілігі. Қайырлы күн, құрметті Мари Қалашұлы. Бүгінгі жаңа оқу жылымен барша әріптестерімізді жеке өзіңізді шын жүректен құттықтаймыз. Рахмет. Мектебіміздің жетістіктері көп болсын. Қашанда жаңалық пен өзгеріске жаныңыз құмар азаматсыз ғой. Биылғы оқу жылына байланысты, жалпы білімнің айналасындағы, білім саласындағы байланысты бір-екі сұрақтарымыз бар еді. Сол сұрақтарға жауап беріп өтсеңіз. Армансыз, мақсатсыз адам қанатсыз құспен тең демекші. Әрбір адамның, әрбір басшының алдына қойған жоспар, мақсаттары болады. Биылғы жаңа оқу жылына жоспарларыңыз қандай және қандай мақсаттарыңыз бар? Сол жайлы бөлісе отырсаңыз. Құрметті әріптестер, біріншіден мына тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына бәріңізді шын жүректен құттықтаймын. Екіншіден мына білім күнімен бәріңізге жұмыстарыңызға табыс береке тілеймін. Жеткен жетістіктеріңіз көп болсын. Шәкірттеріңіз елдің, халықтың үлкен азамат, азаматшалар болсын. Өздеріңізге белгілі, қазір оқу жаңа форматта жүргізіліп жатыр. Көптен күткен әліппеміз қайтып оралып жатыр, араға 4 жыл салып. Әрине, енді балдарымызды дұрыс жағымен тәрбиелеу біздің мақсатымыз, сапасын дұрыстау, сосын елге, елдің, халықтың азамат, азаматшаларын тәрбиелеу ғой. Мектептің қабырғасынан шыққан бала сол мақсатта біздің тәрбие мақсатымыз. Әрине, енді мектебімізге деген көп жұмыстар жасалынды. Даламызға жаңағы стадион аштық. Өзіміз осы мамыр айында осы балдар үшін спортқа қатты көңіл бөліп жатырық. Өткенде мына тамыз айында мектебімізге жаңағы күрделі жұмыстар жүргізілді спорт залымызға. Соның бәрі осы балдар үшін істелген жатқан жұмыстар. Сол баланы еңбекке баулу, спортқа баулу, білім сапасын арттыру осы балдарымыздың. Келешекте осы еліміздің, халқымыздың осы ұрпақтарды дұрыстап тәрбиелеуге мақсатымыз. Биылғы жаңа оқу жылынан өз саламызда, соның ішінде білім саласынан қандай нәтиже күтесіз? Көтеру бірінші мақсатымыз. Содан кейін оқушыларымыздың түрлі олимпиада жарыстары бар, гранттар бар. Сосын өзіміздің алдымызға қойған мақсатымыз балдарға оқу жылына сапамызға қарағанда биыл 5-10% бір өсірсек па деген ойымызда бар. Енді соған қатты қазір көңіл бөліп жатырық. Осы балдардың білім алуына жан-жақты жұмыстанып жатырық. Енді биылғы оқу жылының бір өзгерісшілігі дәстүрлі жаңа оқуға балдарымыздың келуіне байланысты, әлемді жайлаған жаңа ковидқа байланысты. Былтыр енді онлайнмен оқыдық көп балдарымыз. Биыл мектептің қабырғасына келіп, әрине білім алғанға орны бөлек әр бала үшін, мұғалімдер үшін, мұғалімдеріміздің, оқушыларымыздың жаңағы қуанышына шек жоқ, мектепке келіп осы білім алып жатқанда. Бізде сол балдар қуанса, біз де қуанамыз солармен бірге. Әрине бала ортақ, ата-анаға да, бізге де солардың жақсы жеткен жетістіктерін көргенде ата-анамен қосып біз де қуанамыз. Осындай олимпиада бар алдымызда, аудандық бар, облыстық бар, республикалық деңгейде өтетін бар. Соларға балдарымызды тәрбиелеу, соларға қатыстыру, жақсы нәтиже көрсетсе екен дейміз. Сосын жаңағы оқу жылы аяқтаған гранттарымыз көбейсе екен дейміз осы оқуға балдарымыздың. Енді алда қойған мақсаттар көп. Соны биыл оқу жылынан бастап іске асырсақ па деген ойымызда бар. Енді Алла аманшылығын берсе асырамыз іске. Құрметті әріптестер, баршаңызға сәттілік тілеймін. Мына оқу жылымыздың басталды. Алла аманшылығын берсе бәріңізге, отбасыларыңызға қуаныш береке тілеймін. Сапалы білім берейік. Жеткен жетістіктеріңіз көп болсын. Шәкірттеріміз тәрбиелі, елдің, халықтың болашақ азамат, азаматшалары болсын. Саламатсыздар ма? Жаңа оқу жылын дәстүрлі түрде жаңаша бастамалармен бастап жатырмыз. Соның дәлелі ретінде сұхбат алаңы бағдарламасы бойынша бірінші сұраққа жауап беріп қарайын, өзімнің күшім жеткенше. Тәрбиедегі мақсатымыз ұрпақтар сабақтастығын қалыптастыруда заманауи үлгіде сапалы білім мен
тәрбиені ұштастыру және оқушыларды тәрбиелеудің негізгі идеясы ұлттық және адамзаттық құндылықтарға тәрбие беру. Екінші сұрағымыз жылдық жоспарыңызға енгізген ерекше жұмыс түрі дейді. Оны тәрбиеде авторлық жаңаша жоба салт дәстүрім, әдет ғұрпым деген тақырыпта жаңа бастамамен жобамен бастап отырмыз. Осыны тәрбиенің 8 бағытына да енгізіп, осы жоба арқылы жұмыс жасаймыз. Және осы жобадан көп үміт күтем, көп табыстар, оқушылардан жетістіктер күтем. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Баршаңызға жаңа оқу жылында жаңа табыстар, шығармашылық жетістіктер тілеймін. Жақсы, әрбір ұстаз оқу жылында өзінің жоспары мен алда қойған мақсатымен бастайды. Жаңа оқу жылына қойған жоспарымыз, бұл жерде бізде негізгі осы оқу жылындағы әдістемелік нұсқауқаттың негізінде жоспарланып алдық. Ол жерде жаңа оқу жылында біздің сапалы білім беру арқылы саналы оқушыны тәрбиелеп жетістіру, және алда қойған мақсатымыз жаңа оқу жылында Абайдың осындай сөзін алып отырмыз. Нұрлы ақыл, жылы жүрек, ыстық қайрат. Себебі бұл жерде бұны алғандағы негізгі мақсат нұрлы ақыл деп отқанымыз, балаға сапалы білім беретін болсақ, білетінімізді бөлісетін болсақ, нұр сәулесін шашатын болсақ, нәтижеге жетеміз деп ойлаймын. Әрбір жылы жүректі ұстаз өзінің жылуын алдындағы шәкірттеріне берсе, нәтижеге міндетті түрде жетеді. Сонымен бірге бұл жерде ыстық қайрат, талмай, ерінбей ізденіп жұмыс істейтін болса, нақты мақсат нәтиже береді. Жаңа оқу жылында жоспарға енгізген ерекше жұмыс түріміз, бұл жерде инновация жөніндегі жұмыстарды жүйелеу және сол жаңа жобаны іске асыру. Бұл жерде жаңа жобада негізгі балаға сапалы білім беру менен тәрбиелеу кеңістігін ұштастыру болып тұрады. Бұл жерде өткен оқу жылында да бізде жетістіктер аз болған жоқ. Осы оқу жылында да сол өткен жылғы оқу жылымен салыстырғанда одан да көбірек артады деген үміттеміз. Себебі мұғалімдеріміздің шығармашылық жұмыстармен жұмыстану артады, кәсіби шеберліктерін арттырады, және де әртүрлі зияткерлік сайыстарға, байқауларға қатысып, жүлделі орындарға ие болады деп үміттенудеміз. Сонымен қатар оқушыларымыздың да жетістіктері артады деп ойлаймын. Өткен оқу жылында енді 11 сынып оқушыларының арасында да мемлекеттік грант алған оқушылар саны алдыңғы жылғымен салыстырғанда артты. Осы оқу жылында одан да көбірек болады деп сондай нәтижеге бағытталып жұмыстанудамыз. Ерінбей еңбектеніп, ізденіп жұмыс істесең, алынбас қамал жоқ деп ойлаймын. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Биылғы 2021-2022 жаңа оқу жылы құтты болсын. Оқу жылында нәтижеге бағытталған сапалы, білімді ұрпақ тәрбиелеу бағытында алға қойған мақсатыма жету үшін мынадай жоспарларды жүзеге асыруды алдыма мақсат етіп отырмын. Бірінші, оқу процесін тиімді ұйымдастыра отырып, оқу процесінің сапасын арттыру. Мектепшілік бақылауды жүзеге асыра отырып, олқылықтардың орнын толтыру. Және де педагогтер мен білім алушыларда кездесетін проблемаларды зерделеу. Осы алға қойған жоспарым нәтижесінде өткен оқу жылындағы материалдар бойынша зерттеу және жобалау жұмыстарын тиімді ұйымдастыра отырып, олқылықтарды жою нәтижесінде келешекте сапалы, білімді, тәрбиелі жас ұрпақты нәтижесін күтемін деген ойдамын. Құрметті әріптестер, ұстаздар, барлығыңызды басталып жатқан жаңа оқу жылымен құттықтаймын. Жұмыстарыңызға табыстар тілеймін. Енді биылғы жылғы жоспарымыз, жылдық жоспарға бекітілген барлық іс-шаралар орындалады. Солардың ішінде қазіргі пандемияға байланысты оқушылардың білім деңгейін төмендеуіне байланысты осы оқу жылында сол білім деңгейін қайтадан қалпына келтіру және жауынгерлік рух тақырыбына, оның ішінде тарихи тұлғалар тақырыбына
оқушылармен іс-шаралар өткізу, мемлекетіміздің қалыптасуына көп еңбегін сіңірген ұлы тұлғалардың жұмыстарын зерттеу, саралау жұмыстары менің өзімнің жоспарымда тұр. Мектептегі білім сапасын арттыру үшін жоспарға енгізген ерекше жұмыстың бір түрі бұл қазіргі бітіруші сынып оқушыларын әскери оқу орындарына тарту. Бұл да бір мемлекетіміздегі маңызды шаралардың бірі, себебі отан қорғау ол ең үлкен қасиетті парыз. Сондықтан мен осы салада көптеген жұмыстарды жүргізіп жатырмын және жоспарда көптеген іс-шаралар бар. Оның ішінде мысалы ата-аналармен кездесу, оқу орындарынан келген өкілдермен кездесу, сұрақтарға жауап беру және осы оқуға түсу шарттарымен танысу. Біздің әскери оқу орындарында оқып жүр, мысалы көрші Ресей Федерациясында және де өзіміздің Қазақстанның әскери оқу орындарында көптеген біздің оқушыларымыз оқып білім алып жүр. Және осы Қазақстан қарулы күштерінде өзінің лайықты орнын табады деп үміттенемін. Оқу жылы үлкен ерекше жаңалықтарға толы. Алдымызда мемлекетіміздің тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерекесі тұр. Одан келесі жылдың мамыр айында Қазақстан қарулы күштерінің 30 жылдығы тойланғалы отыр. Сондықтан көптеген іс-шараларда мен өзімнің оқушыларымның облыстық сайыстарда, облыстық алау сайысы бар, мерген ару сайысы, отан қорғаушы сайыстарында оқушыларымды дайындап жақсы нәтижелер күтемін. Әскери патриоттық тәрбие әрқашанда бұл маңызды тәрбиенің бірі. Сондықтан менің өзім оқушыларым үлкен жетістіктерге жетеді деп үміттенемін. Сәлематсыздар ма әріптестер? Биылғы 2021-2022 оқу жылы барлығымызға сәтті жыл болсын. Биылғы менің әдістемелік жоспарым мектеп мұғалімдерінің үздіксіз кәсіби даму арқылы өмір бойы азық боларлықтай оқушыларға білім беру. Алдағы мақсатта мен жас мамандармен және озық тәжірибесі бар мұғалімдермен, жаңа технологиямен білімді ұштастыра білетін мұғалімдердің жетістіктерін шыңдау және оны насихаттау алдағы мақсатым. Оқушыларымыздың жаңағы білім шыңын бағындырып, үлкен белестерден көрінуіне жол сілтеу.